Ассалаумағалейкум қазақ елі. Зекетсіз байлар, үш шәріптен, Алладан көрі үш шәріптен көбірек қорқатын имамдар. Жаңағы сот шешімін сотты ақшаға сататын, арнамысын әділетті ақшаға сататын арсыздар. Теріс ақпарат тарататын журналистер, редакторлар. Мемлекет тарапын таламдар жасалатын жемқор шенеуліктер. Осылардың барлығы жаңағы бүгінгі күндеріңізде жақсы өмір сүріп отқан шығарсыздар, бірақ болашақтағы өздеріңіздің, тек қана қарайған халықтың емес, өздеріңіздің ұрпақтарыңызға болашағына балта шауып атқанды ұмытпаңыздар. Себебі қаншама ем-домымыз деп қаншама материалдық бұғаттап отырған қаншама қара халық бар. Осы қара халықтың осындай жағдайға түсіп отырғаны осы бірнеше адамдардың, бір мыңдаған адамдардың ғана жасап жатқан жұмысының нәтижесі. Енді кез келген адам өзінің қолында билік бар екен деп билігін пайдаланып, өзінің қолынан келетін мүмкіндігін пайдаланып, жұмысын пайдаланып, халықты қанай беретін болса, немесе жаңағы өзінің билігін пайдаланып, қолына түскен ақшаны оң сол жұмсайтын болса, тек өзінің жеке басына пайдаланатын болса, ол әрине қаншама қара халық, қаншама жаңағы ақшаға мұқтаж қолдан жасалған материализмде өмір сүріп жатқан халықтың көз жасы, олардың жаңағы көріп жатқан әрбір қиыншылық сәттері, соның барлығы сіздерге мойындарыңызға қарыз болып жазылады. Қарыздың өтеуі бар. Қарыздың өтеуі бұл өмірде болса да келесі өмірде болады. Құдайға сенетіндер бар, сенбейтіндер бар. Бірақ дегенмен де тым болмағанда Құдайға сенбеген күннің өзінде өздеріңіз болашақ ұрпақтарыңызды уайымдау керексіздер. Мысалы үшін мен объектілерім бар, объектілермен жұмыс жасаймын. Жаңағы строитель ретінде өзімнің кез келген объектілермен 10-15 қаптан гипстер ұрлайтын болсам, строй материалдар ұрлайтын болсам, ол әрине маған материалдық жағынан бір көмек болуы мүмкін, уақытша. Бір кемшілігімді, бір жыртығымды жамауы мүмкін, бірақ дегенмен де ол сол арам ақшамен келген азықпен мен болашақ ұрпағымды тәрбиелеп жатқан ұрпағымды асырайтын болсам, ол әрине ол ұрпақтың ешқандай еліне, жеріне деген бір патриоттық сезім бар, адал азаматтың қалыптасуы мүмкін емес. Өйткені арам аспен асыранған балалар жүрегі қара болады, ата-анаға мейірімсіз болады, елін сататын, жерін сататын болашақ жемқорлар. Поэтому әлі де кеш емес. Жаңа Қазақстанда кез келгеніміз армандауымыз керек. Жаңа Қазақстанға деген кез келгеніміздің өзіміздің азаматтық пікіріміз болу керек. Мейлі құрылысшы бол, мейлі дәрігер бол, кім болсаң да, мейлі мұғалім бол, кім болсаң да өзіміздің жаңа Қазақстанға деген жаңадан алдағы уақыттағы болашақ ұрпақтың дұрыс өмір сүруіне деген өзіміздің азаматтық позициямыз болу керек, пікіріміз болу керек. Өзімде ғана болса, қоғамда не болып жатыр, не қойып жатыр, өзімнің кәсібім ғана жүрсе болды, сонда ғана бағытта жүре беретін болсақ, қазақ жастары басымызды көтермейтін болсақ, сауатымызды ашпайтын болсақ, осы кеткен. Мәсқұр Жүсіп атамыз айтқандай, жаңағы 70 жылдық атеизмнің уақыты өтті, 30 жылдық ұры қарылардың уақыты өтті, енді біздің заман келді. Сондықтан әділетті Қазақстан, жаңа Қазақстан құру үшін әрқайсымыз осылай позициямызды білдіруіміз керек, әрқайсымыздың өзіндік мнениеміз болу керек. Жаңағы осындай пасық іспен араласып жатқан адамдар тәубесіне келу керек. Егер өздерінің болашақ ұрпағына деген сәл де болса бір уайымы болса.